Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді капкейки дайындайтын боламыз. Бұл капкейкилар глютенсіз, құрамында бидай ұны жоқ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен қамырын дайындау үшін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін оның үстіне 2 дана жұмыртқамызды, ванилинді және сүтімізді құйып, жақсылап миксермен араластырамыз. Кішкене іріген сияқты болады, оған назар аудармаңыз, кейін қалпына келеді. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп, оны електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізу керек, сонда сіздің капкейкиларыңыз, кекстеріңіз бейек болып шығады. Біздің қамырымыз дайын, осындай болады. Енді оны кондитерлік қапшыққа саламыз, бірақ бұл міндетті емес, сіздер бұны салмай-ақ қасықпен қазір формаға қоя берсеңіз болады. Бізге енді осындай форма қажет, арнайы кекске арналған. Сіздер жүрек пішініндегі, жұлдыз пішініндегі кез келген форманы пайдалана аласыздар. Менде осындай дөңгелек форма. Кекстерімізді 180 градуста 20-30 минут аралығына пісіруге жібереміз. Қарап отырыңыз, күйіп кетпесін. Енді біз кремін дайындаймыз ол аралықта. Сүзбелі ірімшікке, яғни творожный сырға сахарный пудраны қосып, оның үстіне кілегей қосамыз, яғни сливки. Сливки міндетті түрде салқын болу керек. Мен Чудское озеро сливкин пайдаланамын. Біздің креміміз дайын, осындай қою болу керек. Формасын толыққанда ұстауы керек. Енді оны кондитерлік қапшыққа саламыз. Кондитерлік қапшықтың басында менде қалып бар кондитерлік, орысша айтқанда кондитерский насадка. 333 номер. Өте керемет өрнек шығарады. Креміміз осындай қою болуы міндетті. Енді біз міндетті түрде суыған кекстеріміздің үстіне әдемі өрнек жасаймыз. Осындай гүл секілді өте әдемі өрнек болады. Бұл кондитерлік қалыптың аты закрытая звезда, яғни жабық жұлдыз. 333 номерлі. Біздің кекстеріміз, капкейкиларымыз дайын, өте әдемі болып шықты. Енді мен оны арнайы қорапқа орналастырамын. Бұл менде тапсырыс болған болатын. Осылай әдемі қылып орналастырамын және бетін безендіремін. Бетіне мен киви орналастырамын және әртүрлі кондитерлік посыпка, яғни үгітінділерді себетін боламын. Сіз бұл капкейкилардың бетіне кез келген безендіруді қойсаңыздар болады. Менде қазіргі кезде киви болып тұр. Сіздер құлпынай, шие, апельсин, кез келген тәтті жеміс-жидекті қоя аласыздар. Немесе тіпті олай безендірмей-ақ, осылай аппақ әдемі күйінде дастарханға ұсынсаңыздар болады. Бұл кекстер өте әдемі, әрі әдемілігіне сай дәмді болып келеді. Бұның дәмі кәдімгі глютен бар, бидай ұнынан жасалған кекстерден айырмашылығы жоқ, өте дәмді. Тек қана кәдімгі капкейкилардан қарағанда зияны аз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сіздерге ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер және де видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар менің Instagram парақшама тіркеліп қойыңыздар. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Өте нәзік, тәтті тағам. Ас болсын.